Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы мәпелейсің мен анам. Монологты мұқият тыңдаңдар. Баласын ойлап әрдайым аққырау шалған самайын, уайымдап жүрген анаңның білдің бе бүгін жағдайын? Өмірде мынау қаталдау, жүрсе екен дейді аман сау, есендігіңді білдіріп, шалдың ба бүгін қоңырау? Өрлетіп өрге тасыңды, мақтанған айтып атыңды алаңдаулы анаңа, жаздың ба бүгін хатыңды? Муминнің күші дұғада, басқаны мейлі сұрама, жәннаттық қыл деп анамды қостың ба бүгін дұғаңа? Болашағың үшін бір сенің арнаған бүкіл өмірін уайымға батқан анаңның ауладың ба бүгін көңілін? Қарамай қымбат құнына сый сияпат алдың ба сағыныштан сарғайған анаңа бүгін бардың ба? Алғыс айтып бәріне құрметпен бас идың бе? Жәннатым амансың ба деп құшақтап тұрып сүйдің бе? Оқушылар, Василий Сухомлинскийдің «Ақ шаш» мәтінін түсініп оқы. 56-57 беттер. Дәптермен жұмыс. Қазанның жиырмасы үй жұмысы. Дәптеріне анаңды қуантатындай 5 сөз ойлап жаз. Қосымша тапсырма. 56 беттегі өлеңді жаттап ал.